Қыздар, мінекей мен барлық жағын тоқыдым да, соң жағына келдім ғой. Соңында біз үшеуін оқшаулаған едік қой, ең басында. Осы үшеуін оқшаулау үшін, үшеуден кейінгісін аяқтау үшін мінекей төртінші тұрғанды тоқимыз да, үшіншісін қайтарып алып тоқимыз. Бұл егерде сіз түйме тақпайтын болсаңыз. Ал егер түйме тағатын болсаңыз, сіз бір жағына түймеге орын қалдыру керек қой, сондықтан мына төртеуі тұр ғой. Осы төртеуі тұрған кезінде төртеу емес, соңында мінекей мына бесеуін тоқымаймыз да, бесіншісін іліп алып, тағы да бір рет қайтарамыз. Сол кезде мына жерде бізде тесік пайда болады. Мына жерде қазір тоқығанда әрі қарай оны қалай жабатынын көрсетемін келесі қатарда. Қазір осылайнан соңына дейін тоқисыздар да, мына жақта мінекей мен үшеуді уже мына төртеуден кейін мына үшті уже тоқып, мына жерден қайтарып алғам, үштен кейінгісін. Енді мына бірден кейін қайтарып аласыздар. Қатардың соңында сөйтіп қайтарып аласыздар да, артқа қарай тоқисыздар. Болмаса бірден қайтармайтын болсаңыздар, до конца тоқсаңыздар болады. Егер до конца тоқсаңыздар, мына жер шамалы жуан болып кетеді да, сол қатты жуан болмас үшін мына бірден кейін, мынадан кейін қайтарасыз да, мына жер қалады біреуі, дальше тоқисыз. Сол тоқып келгеннен кейін мына жақ қалай тоқитынын көрсетемін. Сіздер мына жерді өздеріңіз тоқып жіберіңіздер. Түсінбей жатсаңыздар кейін тағы сұрайсыздар, мен өзім бір тағы кішкене видео түсірем. Міне қыздар, мен жаңағы жерге қайтадан айналып келдім. Төртеуін қалдырып бесеуден кейін қайырған едік қой, сол бесіншіні тоқисыздар мінекей. Одан кейін мына төртінші тұр, төртіншіде де жай тоқисыздар. Міне сол кезде түйменің орны қалады. Егерде түйменің орны кішкентай болып жатса, онда бос шалу аласыздар өстіп. Бос шалу дегенде мына қолдарыңызбен ұстап тұрасыздар да, мына жағынан тартасыздар. Болмаса бүйтіп айналдырып мынаны ілу керек қой. Сол кезде бізде бос шалу пайда болады. Осылай бос шалу қойып, әрі қарай төртіншіні тоқисыздар, үшіншіні іліп аласыздар. Жұмыстың арғы бетінде бергі бетке өткіздік. Осылай іліп алып әрі қарай тоқисыздар. Біріншіні өткізесіздер, екіншіні тоқисыздар. Мына жерде енді қараңыз, мына жерде екеуі бірге тұр, осы екеуін бірге тоқисыздар. Жаңағы бос шалу алдық қой, біз бір бос шалу, соны алдындағымен бірге тоқып жібересіз. Сол кезде мінекей түйменің орны пайда болды. Қыздар, қатарды соңына дейін тоқимыз. Осы қатарды мінекей соңына дейін тоқыған кезде біз мына бірден кейін қайырдық қой, біреу ғана қалдырып. Енді бұл жол қайырмайсыздар да, соңына дейін тоқисыздар. Мына соңғы шалуды теріс тоқисыздар да, тағы бір қатар былай қарай тоқып өтесіздер. Осылайша мына жақта соңына дейін тоқисыздар, ешқандай қайырусыз тоқып аласыздар да, одан кейінгі қатар жабуды сіздер білесіздер. Сонда сіздер самостоятельно қазір екі қатар тоқып, үшіншісінде жабасыздар.